Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше таңғы асты көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бұл таңғы ас өте ерекше және пайдалы. Ең алдымен осылай балымызға бір ас қасық сұйық майымызды қосып, отта қыздырып аламыз. Бізге керегі овсяные хлопья және грек жаңғағы. Осы овсяные хлопья, грек жаңғағы және жаңағы балды араластырып біз пеште пісіреміз. Кәдімгі духовкада пісіріп гранула жасаймыз. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай ингредиенттердің пайдасы адамның ағзасына өте зор. Овсянканың да, балдың да және де грек жаңғағының да өте көп витаминдер бар. Осылай міне барлығын араластырып, противенге жайып шығамыз. Противенге пергамент төсейміз және овсянка, бал және грек жаңғағын барлығын осы противенге жайып шығамыз. Және пешімізде шамамен 20-30 минут пісіретін боламыз. Бірақ 10 минут сайын пешімізді ашып, араластырып тұрамыз қасықпен. Яғни астын үстіне аударып, үстін астына аударып дегенде міне осылай араластырып отырамыз, себебі овсянкамыз күйіп кетуі мүмкін. 160-170 градуста шамамен 25 минуттай ұстадым. Және овсянкамыз осындай қоңырқай түске енеді. Хрустящий болады. Ал екінші біздің слойымыз, жаңағы завтрактағы бұл семена чиядан жасалады. Семена чияның 2 чайный ложкасын осылай бір стаканға салып, 100 грамм кез келген айранмен немесе йогуртпен араластырып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Негізі осы сместі, яғни осы чия мен айранды араластырып, түнге жасап қойсаңыздар болады. Және таңертең дайын болып тұрады да қолдана бересіздер. Бетін пищевая пленкамен немесе крышкамен жауып қоясыздар. Грануланы да көп мөлшерде жасап сақтауға болады, ал семена чияны айранмен араластырғаннан кейін 3 күн сақтауға болады холодильникте. Ыдысымызға бірінші осылай грануланы салып шығамыз, бөліп орналастырамыз. Осының үстіне жаңағы сместі саламыз. Менде натуральный йогурт. Міне осылай чиямен араластырады, чия ісінеді. Және де үстін кез келген жеміс-жидектермен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Қыздар, семена чияның пайдасы денсаулыққа өте зор, сондықтан да арасында осындай пайдалы ағзамызға тағамдарды тұтынып тұруды әдетке айналдырайық. Кез келген жеміс-жидектермен осылай әсемдесеңіздер болады. Жақындарыңызға жасап беріңіздер, өздеріңіз үнемі осындай тағамдарды тұтынып тұрыңыздар. Әдемі, әсерлі, ерекше, дәмді, ең бастысы пайдалы тағам. Жасап көріңіздер, ас болсын қыздар.